кезде қазіргі мұғалімнің мысалы Z ұрпақ, альфа ұрпақ деп айтып жатады ғой, сонда мұғалімнің рөлі қандай болу керек? Бұл жерде біз қазір интернет деген әлем бар, онда барлық ақпарат бар, ол кейде дұрыс ақпарат болуы мүмкін, кейде қате ақпарат болуы мүмкін. Дегенмен қазіргі білімді адам сол алып тұрған ақпаратты дұрыс түсіне алуы, екінші оны дұрыс қолдана алуы, және ақпараттарды талдай алуы, талдай отырып, содан ой түйе алуы аса маңызды. Біз мына жаңартылған білім беру мазмұны курсы келген кезде Блум таксономиясы деген ұғым келді. Осы кезде біз осы сатылай біз білу түсіну деңгейінде жүргенімізді, бала білсе түсінсе болды деген позицияда сабақ бергенімізді түсініп жаттық, иә. Ал қазіргі уақытта жаңағы Z ұрпаққа олар ақпарат ағымы дәуірінде өмір сүріп жатқан ұрпақ ең бірінші